Саламатсыздар ма? Сіз Қазақстан технология колледжі химия және биология оқытушы Ташметова Нұртайнаны сабағына шақырамын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы химиялық реакция жылдамдығына әсер ететін факторлар, катализ. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты химиялық реакциялардың әртүрлі жылдамдықпен жүретіндігін білу, реакция жылдамдығына әсер ететін факторларды болжау, химиялық реакция жылдамдығына әсер ететін әртүрлі факторларды қарастыру. Жетістік критерийлері. Реакция жылдамдығына әсер ететін кем дегенде екі факторды анықтау. Концентрацияның артуы, температураның жоғарылауы, реагент өлшемдерінің кішіреюі. Химиялық реакция жылдамдығына әсер ететін факторлар, бөлшектер мен соқтығысулар, әрекеттесуші заттар табиғаты, температура, концентрация, беттік аудан, катализатор. Химиялық реакция жылдамдығы нені білдіреді? Әртүрлі химиялық реакциялардың жылдамдығы бір-бірімен күрт ерекшеленеді. Кейбір реакциялар өте тез, және кейбіреулер өте баяу болады. Мына реакциялардың жылдамдығы қандай? Бірінші мысалда металдың коррозиясы көрсетілген. Ол баяу жүреді, ұзақ уақытты алып жүретін болғандықтан ол баяу жүреді. Екінші суретте тоқаштың пісуі, ол тез пісетін, тез болатын процесс. Үшінші суретте жарылыс, өте тез, секундтарда жүретін реакция. Энергияның белгілі бір мөлшері бар бөлшектер соқтығысқан кезде реакциялар жүзеге асады. Бөлшектер реакцияға түсу үшін қажетті энергияның минималды мөлшері активтелеу энергиясы деп аталады, және әр реакция үшін әртүрлі болады. Химиялық реакция жылдамдығы екі нәрсеге тәуелді. Бірінші, бөлшектер арасындағы соқтығысудың жиілігіне, бөлшектер соқтығысу үшін қажетті энергияға. Егер бөлшектер активтелеу энергиясынан төмен энергиямен соқтығысса, олар әрекеттеспейді. Бөлшектер тек бірін-бірін серпілетін ғана болады. Химиялық реакция жылдамдығын өзгерту. Әрекеттесетін бөлшектер арасындағы сәтті соқтығысу санын арттыратын бәрі реакция жылдамдығының жоғарылатады. Қандай факторлар реакция жылдамдығына әсер етеді? Ол біріншісі әрекеттесуші заттар табиғаты, температураның жоғарылауы, еритін реагенттердің концентрациясының жоғарылауы, газ тәріздес реагенттердің қысымын жоғарылауы, қатты реагенттердің беттік ауданының жоғарылауы, катализаторды қолдану. Реакциялар бірдей жылдамдықпен өтпейді. Олар бастапқыда белгілі бір жылдамдықпен бастайды, одан кейін реакция тоқтағанға дейін жай-жайдан жылдамдығы қосылады. Реакция өткен сайын реакцияға түсетін заттардың концентрациясы азаяды. Бұл бөлшектер арасындағы соқтығысу жиілігін азайтады, және сондықтан реакция баяулайды. Мына суретте көрсетілген. Бірінші суретте 0% болса, жиілігі, бесінші суретте 100%-ға жеткен. Әрекеттесуші заттар табиғатының химиялық реакция жылдамдығына әсері. Мысалда, мырыш пен күкірт қышқыл әрекеттескенде мырыш сульфатымен сутек түзіледі. Ал екіншіде мыс пен күкірт қышқылы реакцияға түспейді, демек бұндай реакция болмайды. Әрекеттесуші заттардың табиғатына байланысты реакцияның жүруі көрсетілген. Температураның химиялық реакция жылдамдығына әсері. Температура жоғарылаған сайын реакция жылдамдығы артады. Көп реакцияларда температураны 10 градус Цельсияға арттырғанда химиялық реакция жылдамдығы шамамен 2 есе артады. Неге температураны арттырғанда реакцияның жылдамдығы артады? Температура жоғары болғанда бөлшектер көбірек энергияға ие болады. Олар жылдамырақ қозғалады, және басқа бөлшектермен соқтығысу мүмкіндігі көп болады. Бөлшектер көбірек энергиямен соқтығысады,
Сондықтан сәтті соқтығысулар сандары артады. Температураның химиялық реакцияның жылдамдығына әсер етуін келесі тәжірибе жүргізіп көруге болады. Екі сынауыққа мыс оксидін ұнтағын салып, екеуіне де күкірт қышқылын бірдей көлемін құямыз, және бір сынауықта қыздырамыз. Қай сынауықта реакция жылдамдығы көп болғанын анықтайық. Екі сынауықта өтетін реакция теңдеуі төмендегідей. Мыс оксиді күкірт қышқылын қосқанда, мыс сульфаты мен су бөлінеді. Бірақ біз жоғарыда айтып өткендей, температура әсер еткен сынауықтағы реакция жылдамырақ жүреді. Натрий тиосульфаты және тұз қышқылы арасындағы реакция нәтижесінде күкірт қалыптасады. Күкірт қатты зат, сондықтан қалыптасатын ерітінді бұлдыр болады. Осы мағлұматта температураның реакция жылдамдығына әсерін өлшеу үшін қалай қолдануға болады? Түзілетін зат қатты болғандықтан, оның реакциядан кейін түзілгені ерітіндіде бұлдыр болып тұрады. Келесі фактор химиялық реакция жылдамдығына концентрацияның әсері. Ерітілген реагенттердің концентрациясы жоғары болған сайын, химиялық реакция жылдамдығы артады. Неге концентрацияны арттырғанда химиялық реакция жылдамдығы артады? Концентрация жоғары болғанда кеңістік сол аймағында бөлшектер саны көп болады. Бұл бөлшектер көбірек соқтығысады және көбірек реакцияға түседі. Мына суретте көрсетілгенде, бірінші суретте концентрациясы төмен, ал екіншіде концентрацияны көбейте түстік. Реакция жылдамдығы артады. Мысал ретінде, мырыш пен күкірт қышқылын әрекеттестіргенде мырыш сульфаты мен сутек түзіледі. Келесі фактордың әсері ол қысымның әсері. Неге газ тәріздес реагенттердің қысымын арттырғанда химиялық реакция жылдамдығы артады? Осы сұраққа жауап іздейік. Қысым артқан сайын газ бөлшектері қозғалып жүрген кеңістік азаяды. Газ бөлшектері соқтығысудың жиілігін арттыра отырып, бір-біріне жақындайды. Бөлшектердің реакцияға қабілеттілігі жоғарылайтынын білдіреді. Суретте көрсетілген төмен қысымдағы, жоғары қысымдағы бөлшектер бір-біріне жақындай түседі. Келесі фактор ол химиялық реакция жылдамдығына беттік ауданның әсерін қарастырайық. Қатты заттар болатын кез келген реакция тек қатты заттың бетінде жүреді. Егер қатты зат бірнеше бөлшекке бөлінсе, беттік аудан ұлғаяды. Химиялық реакция жылдамдығына ол қалай әсер етеді? Мына суретте көрсетілгендей, беттік ауданы бірінші суретте бір-ақ бөлшектен тұрғандықтан, оның әрекеттесуші ауданы аз. Егер осы бірінші бөлшекті біз екіге бөлсек, беттік ауданы әрекеттесуші көбейе түседі. Оны тағы екіге бөлгенде, беттік ауданы 4 есе көбейеді. Бұл химиялық реакцияның жылдамдығының бөлшектері бір-бірімен соқтығысу бетін жоғарылататынын көрсетеді. Демек, реакция жылдамдығы да артады. Бөлшектер кіші болған сайын беттік аудан ұлғаяды. Бұл соқтығысулар көп және реакцияға түсуге қабілеті жоғары болғанын білдіреді. Мәрмәр бөлігі ол кальций карбонаты тұз қышқылымен әрекеттесіп, көміртек диоксидін қалыптастырады. Беттік ауданы арттыру арқылы химиялық реакция жылдамдығын жоғарылату тиімділігі пішіні әртүрлі мәрмәр бөліктер қолдана отырып, бастапқы заттардың массасының қаншалықты тез азаятынын салыстыру арқылы өлшеуге болады. Келесі ұғымымыз катализ. Химиялық өзгерістердің маңызды реттегіші катализаторлар болып табылады. Катализаторлар реакция компоненттерімен аралық химия әрекеттесуге бірнеше рет қатысып, құрамын сол күйінде сақтап қалуы нәтижесінде химиялық реакция жылдамдығын өзгертетін заттар. Катализатор қызметі берілген реакцияның активтендіруі,
энергиясын төмендетіп, оның жаңа тиімді жолмен жүруін қамтамасыз етеді. Катализ екіге бөлінеді. Біріншісі оң катализ реакция жылдамдығын арттырады. Екіншісі теріс катализ реакция аз жылдамдықпен өтеді. Екінші түрі катализдің соңғы түрін ингибирлеу деп атайды. Ингибиторлар пайдалану. Ингибиторлар дегеніміз оларды каталитикалық улар деп атайды. Бұндай заттарды пайдаланғанда химиялық реакциялар жылдамдығы азайып, немесе мүлде тоқтатуға болады. Ингибиторлар практикада консерванттар, антиоксиданттар және тағы басқа ретінде қолданылады. Ингибирлеу ол катализ, оң катализ сияқты биопроцестердің жылдамдықтарын реттеу үшін қажет. Егер реакция нәтижесінде түзілген өнім жылдамдыққа әсер етсе, оны автокатализ деп атайды. Сонымен қатар катализ тағы екіге бөлінеді: гомогенді, гетерогенді болып. Гомогенді катализде катализатор мен реакцияға қатысатын заттар біртекті жүйе түзеді. Әдетте ол сұйық немесе газ тәрізді. Мысал ретінде, CO-ның CO2-ге дейін тотығы су буының әсерінен жүреді. Енді мұқият қарасақ, CO-да, CO2-де және су буыда газ тәріздес заттар. Демек, бұлар біртекті гомогенді. Гетерогенді катализде катализатор реакцияға түсетін заттардан бөлек фаза құрайды да, каталитикалық процесс жүйенің бөліну шекарасында өтеді. Гетерогенді катализаторлар ретінде металдар және олардың оксидтері және тағы басқалар пайдаланылады. Гетерогенді катализдің теориясы өте күрделі. Катализатор дегеніміз не? Катализаторлар химиялық реакция жылдамдығын арттыратын, бірақ реакция соңында бастапқы қалпын сақтап қалатын заттар. Катализаторлар көп өнімді қалыптастырмайды. Олар өнімнің сол мөлшерін, бірақ тез арада қалыптастырады. Мына суретте көрсетілген екі графикті, біреу катализаторсыз жүрген, біреу катализатормен жүрген. Әртүрлі катализаторлар әртүрлі жолмен жұмыс істейді. Олар реакцияның активтелу энергиясын төмендетеді. Мысал ретінде, катализаторлар никель, мысалға, маргаринді өндіру кезінде катализатор ретінде қолданылады. Сұйық өсімдік майын гидрлеу кезінде де. Айрон, темір, азот пен сутектен аммиакты алу кезінде катализатор ретінде қолданылады. Бұны Гарбер үрдісі деп те атайды. Платинум, көліктердің газ шығаратын түтіктерінде түрлендіру үшін катализатор ретінде қолданылады. Көміртек монооксиді мен азот оксидін ауаны аз ластайтын көмір қышқыл газы мен азотқа түрлендіріп катализ дейді. Өндірістегі катализаторлар. Неге катализаторлар өндіріс үшін аса маңызды? Осы сұраққа жауап берейік. Өнімдер тез жасалады, сол арқылы уақыт және қаражат үнемделеді. Катализаторлар жоғары температураның қажеттілігін төмендетеді, сол арқылы отынды және қаражат үнемдейді. Сонымен қатар катализаторлар тірі ұяшықтар үшін табиғи болып саналады. Биологиялық катализатор протеин арнайы түрлері энзимдер деп атайды. Мысал ретінде, катализатордың әсері сутек пероксидінен катализатордың көмегімен су мен оттекті алуға болады. Келесіде, химиялық реакция жылдамдығына әсер ететін факторлардың тізімі көрсетілген. Төмендегі көрсетілген факторлар тек жылдамдықты арттыратын факторлар. Олар химиялық белсенді заттар болу, реагенттердің концентрациясын арттыру, қатты және сұйық заттардың бетін жоғарлату, температураны арттыру, катализатордың қатысуы. Бұл факторлар химиялық реакция жылдамдығын арттыратын факторлар. Келесі, химиялық реакциялардың жылдамдығын кемітетін немесе азайтатын факторлар. Химиялық белсенді емес заттар болу, реагенттердің концентрациясының азаюы,
қатты және сұйық заттардың бетін азаю, температураны төмендету, ингибиторлық қатысуы. Енді бүгінгі сабақта пайдаланған терминдермен таныса кетейік. Активлеу энергиясы, activation energy, реакция басталу үшін қажетті энергия мөлшері. Каталист, катализатор, химиялық реакция жылдамдығын арттыратын, бірақ өзі реакцияда өзгеріссіз қалатын зат. Concentration, берілген көлемде заттың молекула саны. Энзим, биологиялық катализатор. Rate of reaction, химиялық реакция жылдамдығы, концентрацияның белгілі бір уақыт аралығындағы өзгерісі. Енді осы бүгінгі игерген білімдерімізді бекітіп шығайық. Бірінші тапсырмамыз: температура жайында қандай сөздер қалдырылып кеткен? Қос нүкте тұрған жерлерге сөздерді жазып шығуымыз керек. Бірінші, температура жоғары болған сайын химиялық реакция жылдамдығы жоғары болады. Демек, жоғары деген сөзді жазамыз. Жоғары температурада бөлшектер, көп нүктенің орнына сөз қоямыз, энергияға ие болады. Көп энергияға. Бұл кезде олар тез қозғалады және басқа бөлшектермен сәтті соқтығысады. Бірінші тапсырмамыз осы. Екінші, концентрация жайлы қандай сөздер қалдырылып кеткен? Ерітілген реагенттің концентрациясы жоғары болған сайын химиялық реакция жылдамдығы жоғары болады. Демек, көп нүктенің орнына жоғары деген сөзді жазамыз. Концентрация жоғары болған кезде бөлшектер саны қандай сөз жазылады? Жоғары болады. Осы кезде бөлшектер соқтығысады және реакцияның жылдамдығы, мына жерде екі көп нүктенің орнына осы кезде бөлшектер көп соқтығысады және реакцияның жылдамдығы жоғарылайды деген тапсырманы осылай орындаймыз. Енді қысым жайында қандай сөздер қалдырылып кеткен? Реакцияның қысымы жоғары болған сайын химиялық реакция жылдамдығы тез болады, жылдам болады. Жоғары қысым кезінде бөлшектер қозғалып жүретін кеңістік қандай болады? Кең бола ма? Кеңістік? Жоғары қысым кезінде аз болады дейміз. Бұл кезде соқтығысу жиілігі арттыра отырып, бөлшектер және химиялық реакция жылдамдығы бөлшектер азайып, көбейіп және химиялық реакция жылдамдығы жоғарылайды. Енді үй тапсырмасы. Үй тапсырмасында төмендегі көрсетілген факторларды қалай әсер ететін екі бағанға бөліп жазамыз. Бірінші бағанға реакция жылдамдығы жоғарылайды, реакция жылдамдығын төмендететін факторларды жазамыз. Бірінші бағанда, мысалы, реагенттердің концентрациясы арттыруы, ол реакция жылдамдығын жылдамдататынға жазамыз. Ал қатты реагентті сақтау қандай неге жатады? Осылай екі бағанға бөліп жазып шығамыз. Үй тапсырмасы бүгінгі осындай. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.